Конституцияның 30 жылдығына орай Шымкент қаласында энжу той иелерінің некесі салтанатты түрде тіркелді. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының қалалық филиалында өткен шарада 30 жыл отасқан ерлі-зайыптыларға неке куәлігі табысталып, ыстық лебіздер айтылды. Филиал директоры Айнұр Топпаева отбасы құндылықтарының қоғам үшін маңыздылығына тоқталып, жас ұрпаққа үлгі боларлық өнеге екендігін атап өтті. Шымкент қаласында Конституцияның 30 жылдығына орай Пірімбетовтар әулетінің энжу тойы аталып өтті. Азаматтық хал актілерінің тіркеу басқармасының басшысы Ақбота Жұмабекқызы 30 жыл бұрын дәл осы бөлімде некелері қиылған үлгілі отбасының жастарға өнеге боларлық қуанышпен атап өтті. Айта кетейік, биылғы 7 айда қалада 4 мыңнан астам неке тіркелген. Басқарма басшысы әрбір мерейтойлық датаны отбасы дәстүріне айналдырып, жастарға үлгі етуге болатынын жеткізді. Шымкент қаласы бойынша осы 7 айдың ішінде 4 мыңнан астам жұптар некесін қиған болатын. Соның куәсі ретінде бүгін мінеки 30 жылда жастарға үлгі болсын деп рәсімде өткізгелі отырмыз. Бұдан бөлекте 50 жыл бірге тұрған алтын той иелері, 60 жыл бірге тұрған жақұт той иелерін өткізуге болады. Соған кеңес береміз. Негізі әр неке қиылғанда өзі бір атап өтетін күндер болады. 10 жыл бірге тұрған, 20 жыл бірге тұрған деген сияқты 30 жыл барлық жылда тойлауға болады жастар үшін. Бұны традиция деуге де болады. Сонымен қатар Шымкент қаласында Конституцияның 30 жылдығымен қатарласқан Пірімбетовтар әулетінің энжу тойы аталып өтті. 30 жыл бұрын дәл осы күні шаңырақ көтерген ерлі-зайыптылар бүгінгі қуанышын бала-шағасы мен немерелерінің көз алдында бөлісті. Айта кетейік, үлгілі отбасы 3 бала тәрбиелеп өсірген. Үлкен қызынан қазіргі таңда 4 немере сүйіп отыр. Пірімбетовтар жұбы отбасындағы берекенің сыры сыйластық пен құрметте екенін атап өтіп, жақсы күнде бірге қуанып, қиын сәттерде бірге күресу ұзақ жылдық татуластықтың басты кепілі екенін жеткізді. Біз үшін өте бір ерекше күндердің бірі. 30 жыл бұрын біз тура осы күні неке құрдық. Сол үшін осындай ниетпен өзі де тұспа-тұс Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жылдығына дәл келген екен. Сонымен осы жерге келіп атап өтсек деп, энжу тойымыз ғой да, энжу тойымызды өткізсек деп келдік. Енді бәріне осындай жұғысты болсын деп, балдарымыз көрсін деп, немерелеріміз, әке-шешелеріміз келіп отыр. Үлкен рахмет Ахат бөліміне. 30 жыл бірге өмір сүру деген оның сыры неде деп қызық болып жатқан шығар бәріне де. 30 жыл өмір сүру деген ол бір-біріне деген, мен ойлаймын, сыйластық, бір-біріне деген құрмет, тек қана бір-біріне ерлі-зайыпты ғана емес, бір-бірімізге өте жақын доспыз. Қандай жақсы күндерде де бірге қуану, қиын сәттерде бірге күресіп, бірге жеңу дегендей, осының барлығының дәлелі осы 30 жылдық екеуміздің бірге өмір сүрген қызықты күндеріміз. Конституцияның 30 жылдығына орай өткен энжу той отбасы құндылықтарының қоғамдағы орны айрықша екенін дәлелдеген тағылымды шара болды. Пірімбетовтар әулеті сияқты үлгілі отбасылар жас ұрпаққа өнеге болып, береке мен татулықтың символына айналуда. Гаухар Кенжебаева, Семенов Антон, Нұрлан Алтынбеков, Әділет ақпарат.